Барлықтарына сәлем, бұл мен Мәншүк, менің каналымда спонтанды сіздермен бөлісу. Ең біріншіден сіздерден кешірім сұраймын, мен комментарияларды оқимын. Яғни әртүрлі сөздерді көп араластырамын, орысша, ағылшынша, қазақша. Оның себебі мен шетелде, Малайзия елінде 13-14 жыл тұрғандықтан, менің сөздерімде ағылшынша сөздер, орысша сөздер араласып кетеді. Сондықтан да кешірім сұраймын. Және мен сөйлеген кезде сіздермен менде дайын мәтін жоқ. Мен сіздермен жай оқығанымды, жазғанымды, білгенімді сіздермен ашық бөлісемін. Бүгінгі тақырып кеттік. Бүгінгі тақырып бұл сіздерге мен өзімнің сондай бір көптен бері ойланып жүрген Инстаграм бетінде мен оны жазғанмын. Яғни здоровый образ жизни тренер болу, яғни жаңағы health coach болып көргім келеді. Сіздерге ең біріншіден өзімді айтып кетейін, бұл менің хоббиім. Мен каналымды сіздер көріп отырсаңыздар, білесіздер. Мен натуральный тамақты, жаңағы жеміс жидекті жегенді жақсы көремін, кофе, шай ішпеймін, спортпен айналысамын. Барлығы менде жаңағы осы тақырыпқа психология, здоровый образ жизни өте тығыз байланысты. Бұл менің ең үлкен хоббиім, бұны жақсы көремін. Сол салада мен жұмыс істегенмін, психология саласында да. Сондықтан сіздермен өзімнің үйренгенімді, білгенімді бөлісіп, сіздерге өз көмегімді тигізгім келеді. Соған байланысты мен сіздерге мынандай қызық проект ашайын деп жатырмын. Ең бірінші 100 адамға тегін. Мен бұл проект үшін жаңа дәптер бастаймын. Білетіңіздей, менде барлық нәрсеге дәптерлерім бар. Содан кейін бұл не? Яғни сіздердің қазіргі здоровый образ жизни дегенде, сіздердің дәл қазір қандай проблема бар, сіздерде қандай мақсат бар. Мүмкін сіз арықтағыңыз келетін шығар. Керісінше нормальный вес жинағыларыңыз келсе, әлде уақыттарыңыз жоқ, балаларыңыз бар, мүлдем өзіңіз қарауға, спортпен айналысуға мүлдем уақытыңыз жоқ болса. Әрбір адамның өзінің жеке жаңағы status quo дейді, проблемасы, мақсаты болады. Егер сондай болса, мен сол салада сіздерге кеңес, рекомендация беремін. Қалай оны жүзеге асатынымды қазір мен сіздерге баяндап кетейін. Бірақ бірінші айтып жүрейін, яғни бұны барлығымыз да білеміз, оны оқып жатырмыз да, көріп жатырмыз да, күн сайын естіп жатырмыз. Бірақ біз оны жасамаймыз, жасасақ 1 апта, 2 апта жасаймыз да, қалдырып кетеміз. Ал мысалы шын жаңағы помощник дейді, тренер дейді, личный коуч дейді, ондай адамдарға барып қаралу үшін ол әрине тегін емес. Кейбіреулері, кейбір программалар өте қымбат тұрады. Бірақ бұл жерде ақша емес, ең маңызды нәрсе бұл сіздің өзіңіздің өз өміріңізді өзгертуге деген желанияңыздың, тілегіңіздің бар болуы. Содан кейін мысалы неге біз кейбір привычкалар, әдеттерді неге біз бастаймыз және қалдырып кетеміз. Соны мен сізге дұрыс ашып көрсетіп түсіндіріп берем. Яғни бізде подсознательный причина болады, әрбір нәрсенің, яғни бір нәрсені бастап, соңына дейін апармаудың себебі болады. Біз соны дұрыстап ашып аламыз, дұрыстап біліп аламыз, неліктен. Оны біз соңына дейін жасай алмаймыз. Содан кейін ғана сізге 1 айлық программа жасап беремін. Ол қалай жүзеге асады? Және бәріміз де білеміз, бәріміз де білеміз, кез келген мысалы жаңа әдетті, жақсы әдетті қалыптастыру үшін бізге минимум 21 күн оны жасау керек екен. Енді қалай біз оны жасаймыз? Мен сізбен біріншіден Zoom жасаймын, онлайн Zoom. Барлық сіздің жаңағы режиміңізді, әдеттеріңізді, қандай тамақ жейсіз, неше сағат ұйықтайсыз, қанша балаларыңыз бар, уақытыңыз қанша бар, сон барлығын жазып аламын. Zoom арқылы біз танысамыз жақынырақ. Содан кейін мен келесі күні сізге жаңағы Microsoft Word документте кәдімгідей рекомендация жазып берем, кеңестерді. Және кеңестер жазғанда мен үйімде інімнің әйелі бар, ол жүректің дәрігері, жүректің врачы, қазір клиникада жұмыс істейді. Сондықтан ол адаммен де кеңесем. Яғни мен өзім врач емеспін, бірақ әрине кеңес берер алдында мен міндетті түрде ол адамның кеңесін сұраймын. Кеттік. Мысалы, қалай ол болады? Мысалы, сіз айтасыз, мысалы, сіз жаңағы балаларыңыз бар, уақытыңыз жоқ, арықтағыңыз келеді. Мысалы, мен сізге өте кішкентай шақтардан бастаймыз, өте жаңағы кішкентай сіз жасай алатын жаңағы привычкадан бастаймыз. Мысалы, таңертең тұрып 5 минут, кәдімгі уақытпен 5 минут дене шынықтыруын жасау.
5 минуттан бастаймыз. Немесе мен сізге айтамын, күн сайын бір алмадан жеп отыру. Оны барлығымыз да білеміз. Бұл тек жай мысал ғана, әр адамның ситуациясы әртүрлі болып саналады. Содан кейін сіздерге ең маңыздысы нәрсе, мен тек сізге рекомендация жазып қалдыра салмаймын. Сізге аптасына 2-3 рет звондап, яғни Scrum Manager дейді ғой, сіздің жаңағы прогрессіңізді біліп отырам, есіңізге түсіріп отырам. Яғни сіз істедіңіз бе, істеген жоқсыз ба. Оны мен бір айдың ішінде жасаймын, иә. Бір айдан кейін мен сенемін, сіз әрі қарай өзіңіз алып кетесіз деп. Содан кейін мен өзім Алла қаласа 24 август күні жолға Алла қаласа ала жазса Малайзия еліне қайтамын. Бірақ барлық бұл жүзеге асайын деп жатқан проектті әрі қарай онлайн жасай беремін. WhatsApp арқылы, Zoom арқылы, яғни біз жаңағы интернет болса әрі қарай хабарласып, сөйлесіп жасай бере аламыз. Содан кейін, яғни тағы бір айырмашылығын айтып кетейін. Мысалы, сіз біреуге бір кітапты оқисыз, бір жаңағы мотивационный анаған программаға барасыз, оның барлығы жақсы, бірақ оны сіз бір апта, 2 апта істейсіз де қалдырып кету мүмкінсіз, иә. Ал менімен жұмыс істеген жақсы, мен сізге тірі адам болғандықтан, мен сізге звондап тұрғандықтан, сізге есіңізге түсіріп отырғандықтан, сіз кейде ұялғаннан жасайсыз. Яғни бұл бір ай болғандықтан, бір айдың ішінде, яғни 21 күнде біз бір әдетті қалыптастырсақ, әрине бір ғана әдет емес, бірнеше әдеттерді қалыптастырып үлгереміз деп ойлаймын. Және оны болашақта өзіңіз жасап жүрсеңіз, менімен хабарласып отырсаңыз, мен сізге сізге көмектесіп, сізге мотивация беріп, сол здоровый образ жизни соған жеткізуге менің мақсатым. Әрине, егер де результат болып жатса, рахмет айтқыларым келсе, менімен жұмыс істегеннен кейін, әрине маған мысалы рахмет ретінде жеміс-жидектер алып бере аласыздар. Жеміс-жидектер, орехтер, немесе қазақша кітаптар. Менде қазақша кітаптар оқып өзімнің қазақшамды жөндеу үшін қазақша кітаптарды жіберулеріңізге болады. Соның ішіне маған ұнайды жаңағы современный қазақша кітаптар, мысалы инвестиция туралы, психология туралы, тамақтанудың дұрыс жолдары, менің жаңағы осы салам. Сол салада кітаптарды өте жақсы көремін. Бірақ ол болмаса да кез келген қазақша кітабын алуға қарсы емеспін. Осымен менің бұл видеом аяқталды. Маған комментарияға жазып кетіңіздер, егер бұл сізге қызықты болса, және ең бірінші 100 адамның қатарына кіргілеріңіз келсе, өзіңіздің жаңағы WhatsApp номеріңізді немесе email адресіңізді жазып қалдырып кетіңіздер. Мен сізбен өзім хабарласып жауап беремін. Әрине 100 адам барлығы бір уақытта болмайды. Мен барлығында бір-бірден уақытым үлгергенше, уақытым болып тұруынша, жаңағы расписанияға байланысты үлгеріп жасауға тырысамын. Рахмет көп-көп. Сау болыңыздар.